Балақай, мұқият тыңда, қайтала. Гүлжан мен Нұржанның сипаттамалары бойынша тапсырманы орында. Бұл мезгілде күн суық болады. Балалар қардан аққала жасайды. Бұл қай мезгіл? Дұрыс. Бұл қыс мезгілі. Бұл мезгілге желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары жатады. Ал мына мезгілде күн жылыйды, жапырақтар жасыл болады, құстар ұшып келеді. Бұл қай мезгіл? Әрине, сен тапқырсың. Бұл көктем мезгілі. Бұл мезгілге наурыз, сәуір, мамыр айлары жатады. Мына мезгілде күн өте ыстық болады. Өрік, алма, шие піседі. Көбелектер гүлге қонады. Орманда түрлі гүлдер өседі. Бұл қай мезгіл? Дәл таптың, керемет. Бұл жаз мезгілі. Бұл мезгілге маусым, шілде, тамыз айлары жатады. Бұл мезгілде күн салқындайды, жапырақтар сарғаяды, гүлдер солады, құстар ұшып кетеді. Бұл қай мезгіл? Дұрыс. Бұл күз мезгілі. Бұл мезгілге қыркүйек, қазан, қараша айлары жатады. Барлық тапсырмаларды өте жақсы орындап шықтың.